Қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Кәрімберді Нарбек Әзімұлы. Бүгін біз өткіштік жолдарға тоқталатын боламыз. Осыған дейін біз орталық жүйе жүйесінің сабақтарында айтқан болатынбыз. Кез келген орталық жүйе жүйесі ол екі түрлі заттан құралған. Олар ағзат және де сұр заттан құралған. Сұр зат бұл нейрон денелерінің жиынтығы болса, ағзат нейронның өсінділері болып табылған. Яғни аксондар және дендриттер. Осы аксондар, дендриттер олар информацияны өткізуіне байланысты, ақпаратты ары-бері өткізуіне байланысты олар ағзатты құрайды және де олар өткіштік жол болып табылады. Яғни бүгінгі айтатынымыз тақырыбымыз осы өткіштік жолдар. Осыған дейін біз орталық жүйке жүйесіне жататын құрылымдарды жеке-жеке тоқталып өттік. Оларға біз жұлынды жатқыздық, сопақша миды, көпірді, миышықты, ортаңғы миды, аралық миды және де үлкен ми сыңарларын жатқызған болатынбыз. Және де осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталдық. Егер де сіздер бұл тақырыптарды әлі өтпеген болсаңыздар, оқымаған болсаңыздар, менің каналымда орталық және перифериялық жүйке жүйесі деген плейлист бар, соған кіріп көріп шықсаңыздар болады. Бірінен соң бірін. Себебі қазір өткіштік жолдарды айтқан кезде бір ми құрылыммен екінші бір орталық жүйке жүйесін бірімен байланыстырамыз, сол кезде түсініксіз болмас үшін. Ал біз видеомызға кіріссек. Ең алдымен өткіш жолдарды біз үлкен бір 3 топқа бөлеміз. Оларды ассоциативті, комиссуральды және проекционды деп. Ассоциативті дегеніміз, мына суретке қарасаңыздар, бір санымен көрсетілген сары түсті құрылым. Яғни ол үлкен ми сыңарлары. Үлкен ми сыңарлары екі жарты шардан тұрады. Соның бір жарты шарындағы әртүрлі қызмет атқаратын екі құрылымды біріктіретін болса, сол екеуінің арасында ақпаратты өткізіп тұратын болса, бұл ассоциативті өткізгіштік жолдар болады. Яғни маңдай бөлік пен шүйде бөлікті байланыстыру мүмкін, самай бөлік пен маңдай бөлікті байланыстыру мүмкін деген секілді, қандай да бір үлкен ми сыңарларында бір жарты шардың ішіндегі ақпаратты өткізсе, ол ассоциативті өткізгіштік жолдар болады. Екінші өткізгіш жолдар бұл комиссуральды, яғни екі жарты шардағы бірдей қызмет атқаратын екі орталықты бір-бірімен байланыстырады. Мысалы, самай бөліктегі оң жақтық самай бөліктегі мен сол жақтық самайлық үлестегі орталықтарды бір-бірімен байланыстырса, онда ол комиссуральды өткіштік жолдар болып табылады. Одан кейінгісі үлкен бір өткіш жол проекционды. Бүгінгі тақырыбымыз осы проекционды өткіштік жолдарға тоқталатын боламыз. Яғни осыларға кейіннен тоқталамыз. Проекционды өткіш жолдары ол денеміздің белгілі бір органына барып байланыстыратын жол. Бұл проекционды өткіштік жол деп аталады. Олардың біз екі түрін ажыратамыз. Ол біріншісі жоғарылаған, екіншісі төмендеген проекционды өткіш жолдар. Не болмаса жоғарылаған өткіш жолдар, не болмаса төмендеген өткіш жолдар деп екіге бөлеміз. Енді бұлардың айырмашылығы неде? Жоғарылаған өткіш жолдар, оларды біз сезімтал өткіш жолдары деп те атаймыз. Яғни денемізден қандай да бір жерден келіп тұрған ақпаратты миға қарай жоғары қарай көтеріп жатыр, яғни орталыққа қарай көтеріп жатыр. Соған байланысты бұл жоғарылаған деген атқа ие болған. Екіншісі төмендеген, бұл қозғалтқыш орталықтар, яғни ол мидан бастап ол төмен қарай түседі және де белгілі бір, мысалы бұлшықетке не болмаса бездерге барады да соның қызметін іске асыртады. Енді жоғарылаған сезімтал өткіш жолдардың біз үш түрін ажыратамыз. Яғни біз сыртқы ортадан информацияны, не болмаса ішкі ортадан информацияны миымызға бару үшін біз рецепторлардан қабылдайтын боламыз. Осыған байланысты рецепторлардың біз түрлерін ажыратқан болатынбыз. Олар экстрарецепторлар, пропиорецепторлар және интрарецепторлар. Егер экстрарецепторлар, олар теріде және де шырышты қабатта орналасқан. Не болмаса бұны біз беткей сезімталдық деп атаймыз. Яғни қандай да бір тактильді, яғни денеге қандай да бір қысым түскенді сезеді, одан кейін ауырсынуды сезеді және де температураны сезеді. Осы экстрарецепторлар. Одан кейінгісі пропиорецепторлар. Пропиорецепторлар дегеніміз олар бұлшықеттерде, сіңірлерде, буындарда орналасқан және де бұлар терең сезімталдыққа жататын болады. Яғни біздің қолымыз қалай бүгіліп тұр, қалай жазылып тұр, аяғымыз қалай орнында тұр. Мысалы, мен аяғыма қарамай, аяғымның бір аяғым бүгіліп, не болмаса жазылып тұрғанын аяғыма қарамай айта аламын. Оны біз пропиорецепторлар арқылы сезетін боламыз. Не болмаса жүріп бара жатқан кезде табанымның жерге тигенін мен әрдайым жерге қарап жүрмеймін, яғни табанның жерге тигенін жүріп бара жатып өзім сеземін. Осы пропиорецепторлар бізге пропиорецепторды сезімтал жолға жатады. Және де бұны біз терең сезімталдық жол деп те атаймыз. Одан кейінгісі интрарецепторлар. Интрарецепторлар, олар яғни біздің ішкі ағзамызда орналасқан рецепторлар. Олар
Мысалы висцералды қабықтарда болуы мүмкін, яғни ішкі ағзаларды білеміз, олардың да висцералды және париеталды деген қабықтар бар. Осы висцералды қабықтар мысалы керілген кезде ауырсыну тудырады, не болмаса хеморецепторлар, барорецепторлар деп те бұларды бөлеміз. Яғни айналымдағы қан көлемін бақылап тұратын, айналымда қан көлемін шамадан тыс түсіп кететін болса, барорецепторлар мысалы іске қосылады, сол арқылы қан қысымын көтереді деген секілді белгілі бір информацияларды алып отыратын боламыз. Одан кейінгісі төмендеген қозғалтқыш жолдар, яғни ол үлкен ми сыңарларынан басталады. Не болмаса қыртыс асты орталықтарынан басталады, белгілі бір бұлшықеттерге, не болмаса бездерге барады. Яғни бұл жоғарыдан төмен қарай түсуіне байланысты төмендеген өткіштік жолдар деп бөлеміз. Яғни олар қозғалтқыш, не болмаса секреторлы дейміз. Қозғалтқыш егер белгілі бір бұлшықетке барып әсер ететін болса, ол қозғалтады, ал белгілі бір безге барып әсер ететін болса, ол жерден секрет бөледі. Яғни қандай да бір фермент бөлуі мүмкін, гормондар бөлуі мүмкін деген секілді. Және де бұларды біз пирамидалық және экстрапирамидалық деп екіге бөлеміз. Пирамидалық жол ол біздің санамызға бағынатын бүкіл қимыл қозғалыс түрлері. Яғни мен қолымды қазір бөгемін, не болмаса орнымнан тұрып жүріп кетемін деген барлығы бұл пирамидалық өткіш жолдар. Экстрапирамидалық деген бұл санамызға бағынбайды. Яғни бірден өздігінен автоматты түрде жұмыс атқаратын жағдайлар. Мысалы, артыңыздан ит үрді, сіз оған қарадыңыз, мысалы атыңыз шақырды, оған қарадыңыз, не болмаса көшеден өтіп бара жатсыз, машина келіп қалды, сигнал басты, бір шетке қарай секіріп кеттіңіз деген секілді қандай да бір экстрен автоматты түрде жасалынатын іс-әрекеттер осы бізде экстрапирамидалық жүйеге жататын болады. Сонымен ең біріншісі бұл бізде экстрацептивті өткіш жолдар. Не болмаса бұны біз жоғарыда атап өттік, беткей өткізгіштік жолдар деп атаймыз. Экстрацептивті өткіш жолдар біз жоғарыда атап өттік, бұлар температура, ауырсыну және тактильді сезімталдықты өткізетін жол деп аталады. Яғни бізде экстра рецепторлар бар терімізде және шырышты қабаттарымызда. Осы теріде және шырышты қабаттарда орналасқан температура, яғни ыстық па, суық па, жылы ма деген секілді, болмаса ауырсыну, не болмаса тактильді, яғни бір нәрсе тиіп тұр ма, не болмаса қандай да бір қысым сезіле ме, соны біз тактильді сезімталдық дейтін боламыз. Осы сигналдардың бәрін орталыққа қарай жіберетін жолды біз экстрарецептивті өткіштік жолдарға жатқызамыз. Олардың жолы бізде трактус спиноталамикус деп аталады, яғни жұлын таламустық жол. Жұлын таламустық жол, бұл жерде бізде белгілі бір нейрондар бар. Яғни нейрон дегеніміз ол ақпарат келетін және де ол ары қарай жіберетін орталық болып табылады. Ал жаңағы өткіш жолдар, олар аксондар және де дендриттер. Ең бірінші нейрон бізде артқы ганглийде орналасқан. Артқы ганглий ол қайда? Ол мына жерде көрсетілген, мынау артқы ганглий. Бұл артқы ганглий неден түзіледі? Осыған тоқталайық. Жұлынның артқы жағында бізде артқы түбіршік, алдыңғы жағында алдыңғы түбіршік шығады да, олар бір-бірімен байланысады. Ал осы артқы түбіршік арқылы бізде сезімтал жүйкелер өтетін болады деп айтқан боладымыз. Яғни жұлынның анатомиясын көрген болсаңыздар. Осы артқы ганглийдің ішінде бізде псевдоуниполярлы нейрондар орналасқан. Псевдоуниполярлы. Осыған бізде информация келеді. Бұл бізде бірінші нейрон болып табылады. Және де бұл перифериялық жүйке жүйесі болып табылады. Яғни әлі орталық болған жоқ. Осыдан шыққан аксон ол орталық жүйке жүйесіне тиесілі болып табылады. Одан кейін бұл жұлынға кіреді және де жұлынның артқы мүйізі арқылы кіреді де және де алдыңғы спайка арқылы қарама қарсы жаққа қарай өтеді. Яғни қарама қарсы, мысалы оң жақтан кірген нерв сол жаққа қарай сигналын өткізді. Яғни бұл жерде аралық нейрон, яғни екінші нейрон арқылы бұл қарама қарсы жаққа өтеді. Сол арқылы бұл екі түрлі жол бар. Одан ары қарай ол трактус спиноталамикус латералис, не болмаса антериор арқылы екі бағытта кетеді. Яғни латераль кетуі мүмкін, не болмаса алдыңғы жіпше арқылы кетуі мүмкін. Біз білеміз, жұлында ағзат бар, және де оны біз алдыңғы, артқы және де бүйір жіпшелері деп бөлген болатынбыз. Осы бүйір жіпшесі арқылы кететін болса, спиноталамикус, трактус спиноталамикус латералис деп аталады. Ал алдыңғы жолмен кететін болса, трактус спиноталамикус антериор деп аталатын болады. Яғни аралық нейрон арқылы, бұл екінші нейрон, осы арқылы кетеді және де бұл жоғары қарай өрбіп, жоғары қарай көтеріліп, таламустың латеральды
зонасына келеді, одан ары қарай ол қыртысқа қарай кетеді. Біз білеміз, қыртыста неме бар, қыртыс бар, яғни бас миында қыртыстар бар. Осы бізде білеміз, артқы орталық арты қыртысы, яғни гюрус постцентралис, бұл бізде сезімтал орталық болып табылады. Яғни осы жерде бізде сезген рецепторлардан сезген информация осы бізде гюрус постцентралиске баратын болады. Яғни гюрус постцентралис орталық арты қыртысына барып информация беретін болады. Яғни бірінші нейрон бұл бізде артқы ганглий, одан кейінгі аралық нейрон ол қарама қарсы жаққа өтеді, яғни оң жақтан кірген сол жаққа, сол жақтан кірсе ол оң жаққа қарай ауысатын болады. Және де олар жоғары қарай көтеріледі. Ол сопақша ми, көпір, ортаңғы ми, одан ары қарай таламус дегеніміз біз ол аралық мидың бір бөлігі. Одан ары қарай керек информациялар олар қыртысқа қарай өтетін болады. Яғни гюрус постцентралиске баратын болады. Егер алдыңғы жағымен кететін болса, трактус спиноталамикус антериор, егер бүйір жіпшемен кететін болса, трактус спиноталамикус латералис деп аталады. Және де бұл жерде бір ескере кететін жағдай, мына бізде қарама қарсы жаққа өткен кезде ол мысалы 10-шы омыртқа деңгейінде кірді, ол 10-шы омыртқа деңгейінде қарама қарсы жаққа өтпейді. Ол 1-2 сегмент жоғары қарай, кейбір деректерде 2-3 сегмент жоғары дейді. Яғни 10-шы омыртқа деңгейінде кірсе, ол ары қарай мысалы 9-шы не болмаса 7-ші омыртқа деңгейінде, кешірім сұраймын, бұл жерде омыртқа емес, негізі сегмент ретінде қарастырылады. Яғни жұлында 31 түрлі сегмент бар, олар омыртқа деңгейінде оларға сәйкес емес. Яғни 10-шы сегмент деңгейінде кірсе, ол 8-ші сегмент деңгейінде ол қарама қарсы жаққа өтеді. Яғни оң жақтан кірген, мысалы айтайық 20-ші сегмент деңгейінде бір информация кірді артқы жағынан, ол 18-ші не болмаса 17-ші 19-ші сегменттер деңгейінде ол қарама қарсы жаққа өтеді. Осылай бізде бір қиылыс пайда болады, яғни қарама қарсы жаққа. Мысалы айтайық, периферияда зақымданған болатын болса, периферияда мысалы нерв, артқы ганглийден келе жатқан нерв қысылып қалды, не болмаса информация келмей жатыр, бұл өз жағында мысалы сезімталдық жоғалады бір жағында. Ал егер де мысалы орталықта, мысалы айтайық, қандай да бір жұлын деңгейінде сегменттер зақымданатын болса, онда ол қарама қарсы жақтағы температура, ауырсыну және тактильді сезімталдықтар жоғалатын болады. Осыған байланысты бұларды қиылысы бізге маңызды болып табылады. Яғни 1-2 кейбір деректерде 2-3 сегмент жоғары бұл қиылысатын болады. Яғни қарама қарсы жаққа қарай өтеді. Және де оны сезу бізде үлкен ми сыңарлары бар. Осы үлкен ми сыңарларында қарама қарсы жақтан информация қабылдайтын болады. Мысалы, сол жақтан келген информацияны біздің оң жағымыз сезеді. Оң жақтан келген информацияны сол жағымыз сезеді. Осының барлығы осы қиылыстардың арқасында. Яғни температура, ауырсыну және тактильді сезімталдықтар. 2-3 сегмент көтеріліп, келесі жаққа қиылысатын болады. Одан кейінгісі енді біздегі проперицептивті өткіштік жолдар, не болмаса терең өткіштік жолдар деп атаймыз. Проперицептивті өткіш жолдар жоғарыда атап өттік, яғни олар бұлшықетте, сіңірде, буын капсулаларында орналасады және де терең сезімталдық болып табылады. Бұның біз екі түрлі бағыт бар, яғни олар қыртыстық бағыттағы және де мыйшықтық бағыттағы екі жолы бар. Яғни қыртыстық бағыттағы проперицептивті өткіш жолдарды біз трактус бульботаламикус деп атаймыз. Трактус дегеніміз жол, бульбо деген бұл қазақша буықтық, орысша луковица дейді. Таламикус деген бұл кәдімгі таламус. Енді бұл артқы проперицептивті өткіш жол қалай жүреді? Ең бірінші нейрон сезімтал, кез келген сезімтал ағзаның бірінші нейроны бұл артқы ганглийде орналасқан, яғни псевдоуниполярлы жасуша. Дәл осылай басталады және де бұл жұлынның артқы жіпшесі арқылы көтеріледі. Яғни жаңағы экстрацептивті өткіштік жол ол жұлынның сұр затына енетін болса, ал проперицептивті өткіштік жол ол жұлынның сұр затына кірмейді. Оның артқы жағында орналасқан жіңішке және сына тәрізді будаларға кіретін болады. Жіңішке және сына тәрізді будаларға кіреді және де жоғары қарай көтеріледі. Жіңішке және сына тәрізді будалар, олар біз латынша грацилис және куниатус деп атаған болатынбыз. Олар жұлынның бүкіл арқасында орналасады және де сопақша миға дейін жалғасады. Сопақша мида ол
туберкулум куниатус эт грацилис деп екіге бөлінеді. Ол жерде сына тәрізді және де жіңішке ядролар орналасқан. Яғни бұл бізде екінші нейрон болып табылады. Бірінші нейрон бұл псевдоуниполярлы жасуша болатын болса, екінші нейрон бұл сопақша мида орналасқан нейрон болып табылады. Яғни бұл екіншісі. Одан кейін бұл жұлын сопақша мида қарама-қарсы жаққа өтеді де көпір ортаңғы ми, одан ары қарай таламус арқылы таламусқа барады және одан ары қарай үлкен ми сыңарларына баратын болады. Бұны біз трактус пульбо-талямикус дейміз. Яғни мен аяғымның қай жерде тұрған сеземін, қолымның қай жерде тұрған сеземін деген секілді ақпараттарды қабылдайды. Одан кейін мына жерге назар аударсаңыздар, сопақша ми деңгейінде екі түрлі бағытта стрелкалар кеткен. Бұл біз білеміз, осы проприоцептивті өткіш жолдар, бұлар мишыққа да бағыт алады, яғни санаға бағынбайтын проприоцептивті өткіш жолдар деп атаған болатынбыз. Осы өткіштік жолдар сопақша мидан ары қарай мишыққа қарай өтетін болады. Артқы сыртқы доға тәрізді және де алдыңғы сыртқы доға тәрізді жолдар арқылы. Одан кейінгісі, сопақша мида бізде медиалды ілмек құраған болатын. Осы қыртыстық бағыттағы өткіш жолдар ленискус медиалис деп аталады. Одан кейінгісі бізде вестибулярлы нервтен шыққан нерв, ол латеральды ілмекті құраған болатын. Ол көпірде және де ары қарай ортаңғы мида кездеседі. Ленискус латералис деп аталған болатын. Яғни басынан бастап қайталайтын болсақ, проприоцептивті өткіш жолдар, бірінші нейрон бұл артқы ганглий, одан кейін ары қарай ол жұлынның артқы заты, ақ заты арқылы жіңішке және сына тәрізді будалар арқылы сопақша миға келеді. Сопақша мидан ары қарай ол таламусқа барады. Яғни сопақша мида қарама-қарсы жаққа өтеді, таламусқа барады, таламустан қыртысқа барады, гирус постцентралиске барады. Және де бұл жерден артқы сыртқы доға тәрізді талшық және де алдыңғы доға тәрізді талшық кететін болады. Одан кейінгісі енді біздегі трактус спиноцеребелярис, яғни жұлын мишықтық жол деп аталады. Бұның кетуінің өзінің екі түрі бар. Яғни ол алдыңғы жағымен, жұлынның алдыңғы жағымен және де артқы жағымен жүруіне байланысты екі түрлі жол құрайтын болады. Ең біріншісі трактус спиноцеребелярис anterior. Бұл ең бірінші, яғни біз жоғарыда атап өттік, кез келген сезімтал ағзаның бірінші нейроны ол псевдоуниполярлы жасуша болып табылады. Яғни артқы ганглий. Мына жерде екі санмен көрсетілген және де бұл жұлынның артқы мүйізі арқылы кіреді, қарама-қарсы жаққа өтеді және де жоғары қарай келіп, қайтадан өз жағына өтеді. Яғни жаңағы біздегі ақпараттар олар қарама-қарсы жаққа өткен болатын болса, яғни проприоцептивті жол ол сопақша мида, ал экстрацептивті өткіш жолдар 1-2 сегмент тастап жоғары қарай келесі жағына қиылысатын болса, ал трактус спиноцеребелярис anterior ол қайтадан өз жағына қарай өтеді. Яғни екі түрлі қиылыс. Бір келесі жағына өтті және де жоғарылап барады да сопақша миға келіп қайтадан өз жағына қарай өтеді. Бұл бізде Говерс жолы деп аталады. Енді бұның екінші жасушасы ол мысалы мынау псевдоуниполярлы жасуша, ол ганглий, ол бірінші нейрон болатын болса, екінші жасуша олар кеуделік ядро, не болмаса Кларк ядросы деп аталады. Осы арқылы ол келесі жаққа қарай өтіп, жоғары қарай көтеріліп, мишықтың құртында, не болмаса шар тәрізді ядросында аяқталады. Бұны біз Говерс жолы деп атаймыз. Одан кейінгісі трактус спиноцеребелярис posterior, не болмаса ашқан қалымға байланысты плексик жолы деп аталады. Әдеттегідей, бірінші нейрон ол бізде псевдоуниполярлы жасуша. Екінші нейрон ол кіреді және де Кларк ядросына барып тоқталады. Бұл аралық нейрон деп те санауға болады. Одан кейін ол келесі жаққа өтпейді, өз жағында бүйір жіпшенің артқы бөлігімен жоғары қарай көтеріледі және де мишықтың қыртысына, не болмаса шар тәрізді ядроға баратын болады. Яғни алдыңғы және де артқы жұлын мишықтық жол болып екіге бөлінеді, екеуі де өз жағына баратын болады. Яғни оң жақтан барған информация ол оң жақ мишық бөлігіне барады. Сол жақтан барған информация мишықтың сол жақ бөлігіне баратын болады. Және де екеуінде де аралық нейрон бұл Кларк ядросы болып табылады. Одан кейінгісі енді біздегі ең үлкен өткіш жолдардың бірі бұл пирамидалық өткіштік жолдар.
яғни біз қозғалтқыш және секреторлы, яғни төмендеген өткіш жолдарға келдік. Жаңағының бәрі сезімтал өткіш жолдар болатын болса, біз организмнен экстрацептивті және проприорецепторлар арқылы сезген информацияны қабылдаған болсақ, енді осыларға біз жауап беруіміз керек, яғни қимыл қозғалыспен не болмаса секреттер бөлу арқылы. Бұны бізде пирамидалық және де экстрапирамидалық жолдар атқарады. Пирамидалық өткіш жолдар бұл санаға бағынатын өткіш жолдар, яғни мен қазір орнынан тұрамын, жүремін, кетемін деген секілді. Экстрапирамидалық жолдар бұл автоматты түрде орын алатын қимыл қозғалыстар. Сонымен келесі бізде бұл трактус кортикоспиналис anterior et lateralis және де трактус кортиконуклеарис деген жолдар бар. Яғни кортико деген қыртыс, спиналис деген жұлын. Оның өзінің екі түрі бар, алдыңғы және де латеральды. Сонымен қоса трактус кортиконуклеарис деген үшінші жол түрі бар, яғни пирамидалық жолдар. Пирамидалық жолдың өзі үшеуі бар, оның біреуі трактус кортиконуклеарис және де екеуі трактус кортикоспиналис. Олар алдыңғы және де латеральды болып екіге бөлінеді. Яғни біз білеміз, миымызда бізде алдыңғы орталық алдық қыртыс бар. Гирус прецентралис деп аталады. Осы жерден бізде информация шығады, яғни бұл бірінші нейрон болып табылады. Жаңағы сезімталдықтың барлығы ол псевдоуниполярлы нейрон болатын болса, енді бізде пирамидалықта ол қыртыста орналасқан, яғни гирус прецентралисте орналасқан нейрон болып табылады. Осыдан бізде информация кетеді. Және де ол өз жолымен ортаңғы мидың аяқшалары арқылы, одан кейін көпірден кейін сопақша миға барады. Және де сопақша мида бұл жерде екі түрлі жол бар. Қазір біз трактус кортикоспиналисті, спиналис антериорды айтып жатырмыз. Яғни ол сопақша миға келеді, және де олар қарама-қарсы жаққа өтпейді, және де қарама-қарсы жаққа өтпей, олар төмен түсетін болады. Одан кейін төмен түседі де олар белгілі бір жұлын сегмент деңгейінде қарама-қарсы жаққа өтеді, яғни қиылыс жасайды. Мысалы, келесі уақытта, алдағы уақыттарда неврология сабақтарында, инсульттарды сондайды өткен кезде, басынан инсульт алады оң жағынан, ал адамның сол жағы істемейді. Яғни бұл осы бір қиылыстарға байланысты. Яғни адамның оң жақ миы зақымданатын болса, сол жағын қимылдата алмайды деген секілді, қандай да бір зақымдарға байланысты. Яғни бұл келесі жағына жұлында өтеді. Яғни трактус кортикоспиналис anterior ол жұлынға барып қиылыс жасайды. Ал трактус кортикоспиналис lateralis деген бар. Яғни ол да дәл солай жұлынның қыртысынан басталады. Ортаңғы ми аяқшалары арқылы көпір сопақша миға келеді. Сопақша мидан олар қиылыс жасайды. Яғни келесі бір қарама-қарсы жағына қарай өтетін болады. Бұны біз моторлы қиылыс дейміз, не болмаса пирамидалық қиылыс дейміз. Біз білеміз, сопақша мидың алдыңғы жағында пирамидалар орналасқан. Осы пирамидалық жолдың қиылысу барысында бұл жерде бізде мимен, яғни сопақша мимен жұлынның шынайы шекарасы пайда болады. Яғни жұлын мен сопақша мидың шекарасы ол бастың үлкен тесігі емес, не болмаса бірінші сегмент шыққан жер емес, ол дәл осы пирамидалардың қиылысы болып табылады. Яғни бұны біз алдыңғы сабақтарда да айтқан болатынбыз. Яғни бұлар қарама-қарсы жаққа қарай өтеді. Трактус кортикоспиналис lateralis және де бүйір жіпше арқылы төмен қарай түседі де, белгілі бір сегментке келген кезде жұлынның алдыңғы мүйізіне кіріп, содан ары қарай алдыңғы түбір арқылы шығып өз қызметін атқаратын болады. Яғни бұлар санаға бағынатын қандай да бір қимыл іс-әрекеттерді жасайды. Яғни қолын бүгеді, үйтеді, бүйтеді деген секілді. Одан кейінгісі бізде трактус кортиконуклеарис. Яғни мына жерде қарап отырған болсаңыздар, үшеуінің де басталуы бір жерде, яғни гирус прецентралистен басталған және де төмен қарай түскен ортаңғы мида қандай да бір өзінен талшық кеткен, көпірде талшық кеткен, және де сопақша мида өзінен бір қандай да бір талшықтар жіберіп отырған. Бұл не? Яғни біз білеміз, бас құрылымдарының ішінде 12 жұп бас ми нерві бар, және де олардың көбісінде қозғалтқыш ядролар бар. Мысалы, ортаңғы мида 3-ші және 4-ші бас ми нервінің ядролары орналасқан. Олар қозғалтқыш болып табылады. Яғни көз алмасын қозғауға қатысады. Одан кейінгісі көпірде бізде 5-тен 8-ге дейінгі ядролар орналасқан. Ол жерде тек 8-де ғана қозғалтқыш ядро жоқ, қалған бәрінде бар. Мысалы 5-те бар, 6-та бар, 7-де бар деген секілді. Сол
Дәл солай, мысалы сопақша миға келген кезде де сопақша мидан 9-дан бастап 12-ге дейін 4 бас ми нервінің ядролары орналасқан, яғни олардың кейбірі қозғалтқыш болып табылады. Соған байланысты біз бетіміздегі мимикалар анау мынауларды нервтендіреді. Енді тағы бір айырмашылығы трактус кортикоспиналис бұл дене мен және аяқ қолдардың бұлшықеттерін басқаратын болса, трактус кортиконуклеарис бұл бас пен мойынның бұлшықеттерін басқаратын болады. Мысалы 11-ші қосымша нервус аксессориус деп аталады. Ол мысалы трапеция тәрізді бұлшықетті жиырады және де төс бұғана емізік тәрізді бұлшықеттерді жиыратын болады. Соған байланысты мысалы мойнымыз қимылдайды және де трапеция арқылы біз иықтарымызды басқара аламыз деген секілді. Яғни бұлар да қарама-қарсы жағына қарай өтетін болады. Мысалы адамның оң жақ жарты шары зақымданды, адамның сол жақ беті мысалы асимметрия болады. Мысалы мына жерде мұрын ерін үшбұрышы деген бар. Осы мысалы мына жерде бұрыштар байқалып тұрса, инсульт алған адамдарда осы бізде тегістеліп кетеді. Күл десең күле алмайды, қасыңды бүйтіп түй десең қасын түйе алмайды. Мысалы бір жағы түйіледі, екінші жағы түйілмейді. Осыған байланысты біз инсульттің белгілерін анықтай алатын боламыз. Яғни пирамидалық жолда үшеу бар: кортикоспиналис anterior et lateralis және трактус кортиконуклеарис. Кортиконуклеарис ол бас ми нервтерінде аяқталады және де бұлардың барлығы қиылыс жасайтын болады, қарама-қарсы жаққа өтіп отырады. Және де біз бас ми нервтеріне алдағы уақытта видео түсіретін боламыз. Сол кезде олардың қалай жүру жолдарына тағы да бір тоқталатын боламыз. Одан кейінгісі трактус кортикоспиналис anterior. Ол қиылыс жасамайды. Қиылыс жасамай жұлынға қарай түседі. Жұлынға барып, жұлынның қандай да бір сегментіне барған кезде сол жерде қиылыс жасайтын болады. Ал трактус кортикоспиналис латералис ол сопақша мида пирамидалардың деңгейінде қиылыс жасайды және де ол сопақша ми мен жұлынның шынайы шекарасы болып табылады. Одан кейінгісі бізде экстрапирамидалық жолдар. Экстрапирамидалық жолдар, яғни біздің санамызға бағынбайтын үлкен ми сыңарларының астында орналасқан қыртыс астылық орталықтар. Ең біріншісі біздегі бұл трактус руброспиналис, қызыл ядро жұлындық жолы. Санаға бағынбайтын автоматты қимыл қозғалыстарды өткізеді. Бұлшықет тонусын бақылайды, екі жағы бір-бірімен қиылысып, ортаңғы мидың алдыңғы қиылысын, форель қиылысын түсетін болады. Яғни біз білеміз, қызыл ядро, нуклеус рубер деп аталады. Ол ортаңғы мидың құрылымы болып табылады. Және де ортаңғы мида екі түрлі қиылыс бар. Ол біріншісі осы форель қиылысы, екіншісі мейнерд қиылысы. Форель қиылысы, яғни ол қарама-қарсы жаққа, екі жақта екі қызыл ядро бар. Осылардан шыққан екі жол бір-бірімен қиылысу арқылы бұл бізде форель қиылысын түзеді. Яғни бұл ашқан ғалымға байланысты. Және де олар төмен қарай түсіп отырады. Белгілі бір деңгейде ол бұлшықеттердің тонусын реттеп отырады. Яғни бұлар автоматты қимылдар, жоғарыда атап өткендей, белгілі бір мысалы артыңыздан ит үрді, болмаса бір сызық бойымен кетіп бара жаттыңыз, тепе-теңдігіңіз жоғалды, қолдарыңызды мысалы әр жаққа қарай сермейсіз. Бұның барлығы автоматты қимыл қозғалыстар болып табылады. Осыған бізде трактус руброспиналис, жалпы алғанда экстрапирамидалық жолдар әсер ететін болады. Одан кейінгісі бізде трактус тектоспиналис, төбе жұлындық жолы. Көру және есту орталықтарынан түскен сигналдарға шартсыз рефлекс түрінде жауап қайтарады. Яғни көру және есту. Бұл енді қалай? Мына жерде қарасаңыздар, ортаңғы ми көрінген. Ортаңғы мида бізде артқы жағында төбе орналасқан. Осы төбеде бізде пластинка бар. Яғни ол жерде 4 төмпек бар. Жоғары 2 төмпек және де төменгі 2 төмпек. Жоғары 2 төмпек бұл көрудің қыртыс астылық орталықтарының бірі болса, ал төменгі 2 төмпек бұл естудің қыртыс астылық орталықтарының бірі болып табылады. Яғни осы көру және есту орталықтарынан түскен сигналдарға, мына қараңыздар, көру және есту ағзаларынан түскен сигналдарға жауап қайтарады. Яғни шартсыз түрде, мысалы біреу сізді ұрам деп қолын сермеп қалса, мысалы көзімізді жұмамыз деген секілді қандай да бір шартсыз рефлекстер. Егер жол бас ми нервтерінің ядросында аяқталатын болса, яғни мына жерде көріп тұрғанымыздай көпір және де оның астында сопақша ми орналасқан, осы жерде аяқталатын болса, оны біз трактус тектонуклеарис деп атайтын боламыз. Яғни төбе ядролық жол, жаңағы кортиконуклеарис секілді. Яғни біздің көзіміз, қабағымызды жұму үшін бізге үшінші нерв керек.
мысалы көзімізді қимылдату не болмаса мойнымызды бұру үшін бізге басқа да бір нервтер керек, яғни бас ми нервтері керек. Осы қимылдарды атқаратын бізде төбе жұлындық жол, трактус тектоспиналис не болмаса трактус тектонуклеарис деп атайтын боламыз. Бұлар су құбырынан, яғни бұлар артқы жағында, ортаңғы мидың артқы жағында төбе бар. Төбенің кейін бізде су құбыры, сильвия су құбыры орналасқан. Одан кейін бізде ортаңғы мидың кейінгі құрылымдар орналасса, осы артқы жағынан келеді, су құбырын айналып өтіп, мысалы мынау су құбыры деп алатын болсақ, осыны айналып өтеді, келесі жағында өтіп қиылыс жасайды. Бұл мейнард қиылысы. Жаңағы бізде форель қиылысы болатын болса, трактус руброспиналисте, трактус тектоспиналисте бұл мейнард қиылысы деп аталады. Одан кейінгісі трактус вестибулоспиналис, кіреберіс жұлын жолы, адамның тепе теңдігін бақылауға қатысады. Яғни біз білеміз, не болмаса алдағы уақытта есту ағзаларының анатомиясын жасаған кезде айтатын боламын. Яғни бізде құлақта 3 түрлі бөлік бар. Олар сыртқы құлақ, ортаңғы құлақ және де ішкі құлақ деп 3 бөлікке бөлінеді. Ішкі құлақта бізде ұлу және де кіреберіс орналасқан. Ұлу естуге жауап берсе, кіреберіс ол адамның тепе теңдігіне жауап береді. Яғни олардың ішінде эндолимфа болады, ол арқылы адамның тепе теңдігін сезіп отыратын болады. Осы жерден информация келеді, яғни ол көпірге келеді. Көпірде бізде 8-ші нерв ядролар орналасқан, яғни біздің тепе теңдігімізді бақылауға қатысатын ядролар орналасқан. Вестибула кохлеарис деп аталады. Вестибуля кохлеаристен бізде информация түседі, ол 3-ші 4-ші және де 6-ші бас ми нервтермен байланысып, көз алмасының синхронды жұмыс атқаруына қатысады. Яғни бізде мысалы біреу шақырып қалды, қараймыз, көзімізбен қараймыз, дыбыс шыққан жаққа қарай деген секілді, осындай бір қимыл қозғалыстарды бізде трактус вестибулоспиналис атқаратын болады. Одан кейінгі тағы бір жолдың бірі трактус оливоспиналис. Бұл оливия қайда орналасқан? Бұл біз білеміз, сопақша мидың алдыңғы жағында пирамидалар орналасқан. Осы пирамидалар бер жағында бізде оливиялар орналасқан. Осы оливиядан шығатын, жұлынға қарай шығатын жолды трактус оливоспиналис деп атайтын боламыз. Оливия жұлындық жол бұл шартсыз рефлекс арқылы мойын бұлшықеттері, яғни тек мойын бұлшықеттеріне қатысады. Демек, бұл жұлынның тек мойын сегменттерінде ғана кездесетін жол болып табылады, яғни ары қарай жұлынмен төмен қарай түспейді. Тек мойын сегменттерінен бақылауға болады. Одан кейінгі жол бізде трактус ретикулоспиналис деп аталады. Торлы құрылым, ретикулярлы формация деп атайды, не болмаса оны қазақша торлы құрылым дейміз. Осы торлы құрылым жұлын жолы жылдам автоматты шартсыз рефлекстері қатысады. Біз білеміз, торлы құрылым бұл сопақша мидан бастап көпірде, ортаңғы мида, тіпті аралық мидада торлы құрылым кездеседі. Және де бұлардың қызметі әлі толық белгісіз. Бұл бас ми нервтерімен бірге белгілі бір қызметтерді атқарып отыратын болады. Яғни бір уақытта бірнеше топ бұлшықеттер қатысу керек болса, мысалы құлап бара жатқан кезде қолдарымыз сермейміз деген секілді көптеген қимыл қозғалыстарға қажет болатын болса, мысалы тыныс алу, бір нәрсені ұстап қалу, тағы сол секілді белгілі бір-біріне синхронды жұмыс атқаратын қимыл қозғалыстар керек болған кезде осы трактус ретикулоспиналис іске қосылады. Жұлынның алдыңғы мүйізінде орналасқан альфа және гамма мотонейрондарға сигнал жеткізеді. Яғни жұлынның алдыңғы мүйізінде альфа және гамма мотонейрондар орналасқан. Мотонейрон дегеніміз бұл кәдімгі қозғалтқыш нейрондар. Осы жерге сигнал жеткізеді. Олар альфа және гамма мотонейрондарға ол қоздырғыш әсер етуі мүмкін, не болмаса тежегіш әсер етуі мүмкін. Соған байланысты біздің қимылдарымыз реттеліп отыратын болады. Бұл торлы құрылымның әлі қызметі толық белгісіз, яғни мысалы біз айтамыз, сопақша мида тыныс алу, қан тамырының кеңейту, не болмаса қан тамырының тарылту орталықтары орналасқан дейміз. Бірақ оның қай жерде орналасқан белгісіз. Яғни бұл торлы құрылым сол белгілі бір ми құрылымдарда орналасқан ядролармен бірге синхронды түрде мысалы ақпарат алмасады және де синхронды түрде қызмет атқаратын болады. Осыған байланысты біз бұны трактус ретикулоспиналис дейміз. Және де бұл жерде көптеген бір-бірімен байланысқан жолдар бар. Соған байланысты бұлар тор құрған, яғни көптеген жолдардың өтуіне байланысты бұл торлы құрылым деп аталады.
Осымен біздің видеомыз өз аяғына жетті. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркелейік, лайк басайық, және де менің әлеуметтік желідегі парақшаларыма тіркеліңіздер. Описание бөліміне Instagram, Telegram және де TikTok парақшаларымды қалдырып кететін боламын. Қош сау болыңыздар.